Саламатсыздар, сіздермен бірге шеберлік каналы. Бұл видеода біз мынандай жүрек тоқып үйренеміз. Ол үшін бізге әрине бірінші кезекте жіп. Мен осындай жіп алдым. Және де бұл жүрек тоқу үшін екі қабаттадым. Бірақ міндетті түрде сіздер екеуін сатып алуың қажет жоқ. Мен осылай екіге бөлдім бұл жіпті. Және де қалыңдығын көрсеңіздер болады. Өте капроновый ма, бір нәрсе атауын білмеймін, қалай аталатындығын. Тағы да ілмек, екі түр, біреуі 0,75, екіншісі екінші номерлі ілмек. Және де түйме керек. Осындай. Және де қайшы. Бұл жүректі қай жерге қолданатынымды мен видеоның соңында көрсетемін сіздерге. Енді қазір бастайық. Екі қабаттадым. Түймемізді аламыз. Және де, егер сіздер түймелеріңіз үлкен болса, тесігі әрине үлкендеу ілмек алуға болады. Бірақ менде кішкентай болғандықтан осындай номерлі ілмек алдым. Тесіктен өткізіп, және де жіпті тартып аламыз. Әр тесікке 3 рет сондай ілмек аламыз, және де тағы бір тізбек. Мына жерде жібіміз қалыңдау, ал ілмегіміз кішкентай болғандықтан сәл ыңғайсыз болуы мүмкін. Бірақ оны тоқуға болады. Жібімізді орадық. Бәрін шығардық. Тағы бір тізбек. Үшіншісі. Жай көрсетейін сіздерге. Енді келесі тесікке өтеміз. Жіпті тартсаңыздар болады, өйткені кейде осы ортасына ғана тартып қалмау үшін. Қадалғалы отыру керек, жібіміз түйменің ортасында болу үшін. Кіргіздік. Тартып алдық жібімізді. Ортасына кетіп қапты. Шығарамыз. Екіншісі. Бір қызығы осындай түймемен тіпті қолға білезік істеуге де болады екен. Егер қаласаңыздар, сондайды комментарий жазсаңыздар, келесі мүмкін сондай видео түсірермін. Мінекей, үшіншісін бітірдік. Тартып аламыз жібімізді. Келесі тесікке өтеміз. Мен жерден орап алыппын жібімді. Ораудың қажеті жоқ. Жай тесіктен шығарамыз. Жақынан көрсетейін, қалай болып жатқан. Екіншісін. Жерде жөнде жіберейін. Әйтсе қисық болып қалады, біздің тоқымамыз. Екі.
С. Так, енді соңғысын. Соңғысы. Тізбек. Енді осының барлығын қосамыз. Жерге кіргіземіз. Жұмыс тарттық. Жартылай тізбек. Жартылай тізбек деген бірден кіргіземіз. Тағы бір тізбек жасап, енді осы ұяшыққа бір орамды бағана жасау керек. Бір. Тағы да екі. Енді келесі ұяшыққа тағы бір орамды бағана. Ал енді екі орамды бағананың үшеуін дәл осы ұяшыққа тоқимыз. Сізге көрсетейін. Осы ұяшықта екі орамды бағананың үшеуін тоқу керек. Кешірім сұраймын, ұмытып кетіппін. Енді бұл ілмекті алмастырсақ болады екілікке. Сол кезде сәл оңайырақ болады. Екеу. Біреуіне тоқыдық, енді екіншісін. Үшіншісі кетті. Әрине, ілмегіміз жібімізге сай болса, тоқу оңайырақ. Қалың жіппен, мысалы, кішкене ілмекпен тоқу қиын болады, мүмкін емес. Келесі ұяшыққа осы екі орамды бағананың үшеуін. Келесі ұяшыққа мына жерден екі орамды бағананың біреуін тоқимыз. Ал енді төмендей бастайды. Ол дегеніміз бір орамды бағананың үшеуі. Яғни жүрегіміздің қазір біз биіктігін алдық. Енді қарасаңыз төмендеп жатыр. Сондықтан мына жерде бір орамды бағананың үшеуін тоқимыз. Біреу. Екеу. Төменге қойық. Үшеу.
келесі ұяшыққа бір орамды бағана бірінші тоқып алайық. Жүрегіміздің осы жеріне келдік тоқуды. Енді 3 рет жартылай орамды бағана тоқимыз. Оны былай істейміз. Тартып алдық шыбымызды. Біреу. Шыбымызды тартып алайық. Екеу. Үшеу. Келесі ұяшыққа қайталаймыз осы. 3 рет жартылай орамды бағананың 3-ін тоқу керек. Бір. Екі. Жүрегіміздің жарты беті шығып жатыр. Келесі қадам 2 орамды бағананың 2-ін тоқимыз. Жүрегіміздің ортасына келдік. Байқасаңыздар, тура ортасына. 2 орамды бағана. 2-і. Біреуі кетті. Екіншісі. Енді тағы бір тізбек жасайық. Қайтадан 2 орамды бағананың 2-ін тоқу керек. Бір. Екеу. Шыбымыз шатасып кеткен. Мына бетте қалай істесек, соны қайталаймыз. Яғни келесі ұяшыққа жартылай орамды бағананың 3-ін тоқимыз. Бір. Екі. Үшеу. Қайтадан келесі ұяшыққа жартылай орамды бағананың 3-ін. Бір. Екі. Үшеу. Енді 1 орамды бағана. Осы ұяшыққа тоқимыз. 1 орамды бағананың соңына дейін. Енді келесі ұяшыққа 1 орамды бағананың 3-ін. Біреу. Екеу. Үшеу. Тура мына бетте тоққанымызды қайталап жатырмыз. Енді келесі қадамымыз біздің 1 орамды бағананың 3-ін, және де 4-шісі 2 орамды болады. Біреу. Екеу. Үшеу. Енді 2 орамды бағананың 1-ін тоқимыз. Осы ұяшыққа жаңа алған жерімізге қайтарып алып жатырмыз. Мінекей, соңына дейін. Ал келесі ұяшық болса, 2 орамды бағананың 3-ін. 2 рет орадық жібімізді.
немесе тізбекке тағы бір рет екі орамды бағаның біреуін тоқимыз. Және де бір орам бағана осы яшыққа кіргіземіз. Шығып кетті. Шемімізді орадық. Шығардық. Енді бастаған жерімізге қайта оралдық. Ол үшін мына жерде бірінші жай тізбек жасаймыз да. Оралған жерімізде жартылай тізбек жасаймыз. Мінекей. Жүрегіміз шықты. Енді артық жіпті қиып тастайық. Осыдан жіпті өткізейікті. Осылай тартып, және мына жерден жіптен өткіземін. Бұл жіптерді қиып тастап жатқан жоқпын. Өткен кез керек олар маған. Мінекей, жүрегіміз шықты біздің. Жаңа уәде бергенде, бұл жүректерді мен қолданайын деп жатқаным. Мынандай сумка тоққамын. Қазір камераға сыймай жатыр. Соның және қазір интернетте толып жатыр болар. Қалай тоқуға болатын туралы. А мен бұл жүректерді осының қақпағына қолданбақшымын. Бұлай сәндеу үшін. Қазір жіптерді астынан өткізем. Сөйтіп байлаймды. Жан жақтарын тігіп шығам осы жіппен. Сонда бізде мынандай сәндеу шығады. Осылай істеуге болады. Немесе қазір былайырақ көремін. Қалай болатындығы туралы. Осымен бітті. Жүрек тоқу, және де түймеден гүл тоқуға да болады екен. Тоқып көрсеңіздер болады. Немесе қаласаңыздар, комментарияға жазыңыздар. Егер осы түймеден білезік көргіңіз келсе, қалай тоқуға болатын, немесе гүл тоқуды үйренгіңіз келсе, біздің каналға жазылыңыздар. Ұнаса басқалармен бөлісіңіздер осы видеомен. Сау болыңыздар.